Ассалаумағалейкум, достар. Қалайсыздар? Алла баршаңызға амандық саулық берсін. Сол шайдың әңгімесіне сіздермен бір сұхбаттасып отырып, шайдың әңгімесін айтайын деп. Менің атам, атам да сол жаңағы Шабдан көкем сияқты әңгімені тауып айтқан сондай кісі болған екен. Мен 1966 жыл дүниеге келгенде атам өмірден озған екен. Атамыз бір беткей жаңағы ешкімнен аяғын тартып, ешкімнің жаңағы несіне қарамайтын мінезді кісі болған екен. Болатын жерде мәселелерді шешіп, туралығын айтып, сөйтіп жүретін адам болған екен. Әкемнің қарагер жылқысы болған екен. Қарагер аттың бір қасиеті, ол жаңағы көкпарда жаңағы алдында ат тұрма, жар тұрма, тау тұрма қарамайды екен жарықтық. Тура атамның өзінің мінезі сияқты мінезді ат екен, жылқы екен. Ұрып жарып көкпарда жаңағы ат сырып кіріп, жаңағы сырып шығып кетеді екен. Сол атамның бір әңгімесін айту үшін осының бәрін айтуға тура келіп тұр. Сіздер бұл не айтып отыр демеңіздер. Содан атам қарагер атты жалғыз баласы менің әкеме суытуға бермейді екен. Аяғын ба құртып қоясың, шауып келіп жаңағы мұздай су кешіп, болмаса шауып келіп мұздай су ішкізіп, жылқына құртып қоясың деп бермейді екен. Себебі мынада жатыр. Әкем бір күні атамнан қоярда қоймай, ана бір қара тайынша қолды болып кетті-ау, жоғалып кетті-ау, сонымен тауып келейін көке деп атамнан қоймай қарагерді сұрап апты. Атам жалғыз бала сұрап тұрғаннан кейін көңілін қимай берді. Содан көкем азандай атты атам ерттеп, дайындап, суарып, жем-шөбін бәрін реттеп шығарып салады. Әкем кешке қарай жаңағы Шабдан көкеме жолығады, күндіз Тәжіхан көкеме жолығады, Өтебай көкеме жолығады. Бәрі марқұм болып кетті ғой кісілердің. Алла разы болсын, жатқан жерлері жайлы болсын. Құрдастары ғой, соларды аралап кешке сылқиып келеді екен әкем. Әлемнің жарығын айтып келеді екен де енді, былайша айтқанда. Ертеңіне атама амал жоқ, тағы дайындап қояды екен, табылмай келді ғой деп. Тағы да әкем дайын қарагерді мініп кетеді екен. Кешке қарагер жарықтық әкемді үйге алып келеді екен. Қарагерді әкем емес, қарагер әкемді алып келеді екен кешке. Үшінші күні тағы да атты дайындап қойған, әкем шығып, «Ай бала, не болды қаратайынша?» деп атам сұрап. «Тауылып қалатын шығар, тауылып қалады да біз деп жүрміз ғой». «Әй» депті, «Әй қап, менен бір қателік кеткен екен. Сол қара тайыншаның мойнына бір бөтелкені байлап жібергенімде 2 сағат, 3 сағаттың ішінде тауып келетін едің ғой. Менен бір қателік кеткен екен. Қара тайыншаның мойнына бір бөтелкені байлап жіберім керек еді. Сонда ол тез табылатын еді» деген екен атам. Әнекей. Не деген сөз? Әкем жаңағы сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді демекші. Әкем қанша ерке болса да, есі бар ерке, жаңағы ұялғаннан қара тайыншаны түске дейін тауып келген екен. Әнекей. Ұят күшті деген сол, құрметті ағайын. Сөздің құдіреті деген осы. Ұрыспаған, пәлен түген демеген. «Әй, менен бір қателік кеткен екен, менен бір қателік кеткен екен. Сол қара тайыншаның мойнына бір бөтелкені байлап жібергенінде сен түске дейін тауып келетінен ғой» деген екен. Қара тайынша солай табылған екен. Қара тайыншаларыңыз аман болсын, қарагерлеріңіз аман болсын. Ең бастысы ары бар, ұяты бар ұрпақтарыңыз аман болсын. Сондай ұрпақты Алла сіздерге нәсіп етсін. Аман болайық достар, аман болайық.